Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Назгүл. Бүгін мини пицца дайындайтын боламыз. Бізге керегі қатпарлы қамыр, қаймақ, кетчуп, сыр және үйдегі бар заттар. Бұрышты аршып, тазалап, майдалап тураймыз. Маринадталған қиярды екіге бөліп, майдалап тураймыз. Қызанақты да майдалап тураймыз. Шұжықты кесіп, майдалап тураймыз. Сырды езгіштен өткіземіз. Штыпырыш, яғни халапеньоны майдалап тураймыз. Пісірілген қызанақты да майдалап тураймыз. Екі ас қасық қаймақ пен бір ас қасық кетчупты араластырамыз. Қамырымызға ұн сеуіп, жақсылап жаямыз. Домалақтар жасаймыз. Кетчуп пен қаймақты үстінен жағып шығамыз. Достар, бұдан өзге каналымда басқа да рецепттер бар. Қалауымызша туралғанның бәрін пиццамыздың үстіне қойып шығамыз. Ең соңғы қатарды сырмен жабамыз. «180 градустағы пешке 20 минутқа салып пісіреміз. Біздің мини пицца дайын, ал кино көруге кеттік.